Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біз жент дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті құрам қант және де 5 түрлі ұнтақ, яғни тарының да түрлері болады. Содан бір пияладан алынған ұнтақтар және де ерітілген сары май және де сгущенка. Ұнтағымыздың үстіне көз мөлшерімен қант саламыз және де ерітілген сары май и сгущенканы құямыз. Біркелкі массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Қолымыздың күшімен арнайы формаға салып, немесе әртүрлі формаларға салып істесеңіз де болады, барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Біздің жентіміз осылай әдемі түрде дайын болды, өте дәмді, тойымды, дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады. Бізден бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен Әсел Өтебек. Каналға тіркел, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.